не істейсің, не қандай ойың бар? Міне Ғали, міне осы жерде отыр, міне ол жерде мен басын 100% ашып бердім. Міне. Егер мен барып соған бір не жасасам, мен айттым ғой, өткенде де айттым. Мен Алмасқа сұрақ қойдым. Жоқ, іспен жасамаса сөзбен жасап тұрсың. Мен тағы да жауап берсем, солың үстінде тағы да соған бүкіл алдым. Жоқ, сен онда сен мықты болсаң, неге отказ жасамадың? Мен бұл жерде тұрмаймын, кетемін, все болды, керек жоқ деп. Болмайды. Мен жоқ дедім ба, сіз маған өзіңіз айттыңыз ба, осы үйде қалдым. Сізден естідім ба? Естіген жоқпын. Бұл жердің несінде мен бұл жерде қонақпын, мен бұл жерде мен еш нәрсе шешпеймін. Просто сендер нормальный өмір сүріңдер, все болды. Менікінің барлығы жан жақта, басымның бәрі әр жақта. Қандай болса да. Маған святой отырғанша өз-өзіне святой болсын. Бәріне көмектесем бәрі. Алмас, қарасай. Мен өзім өмірімді айтайын ба? Мен енем бар еді да, менікі дейтін еді. Бірдеңені қызығып істеп жатсам, бұл менікі. Сен мен өзімдікі деп ойлап жатсың ба дейтін еді да. Қолым жұмысқа бармай қалады деді. Сөйтеді енді қайтадан бір-екі күн қолым жұмысқа барып, қайтадан кірісіп істеп кетеді. Бәрібір. Сол апам ештеңені алып кеткен жоқ. Бәрібір сенікі екені ясный дело ғой. 5-6 метр ақ матаменен кетті ғой сол енем байғұс. Сонда күйеуім түсіндіреді. Қой бер, айта береді. Не, апам көтеріп кетемін осыны. Қой бер, айта береді әшейін дейтін еді. Біз үлкен адамдар солаймыз. Білдің ба? Себебі сендерге сенімсіздік деген нәрсе бәрі менде де сенімсіздік. Ол сенімсіздік емес, менде уақыт жоқ десе түсінбейді, уақыт жоқ. Бала ғой бұлар, бізге бала болып көрінеді. Өмір бақи сендер бізге баласыңдар. Уақыт жоқ да, просто уақыт жоқ. Бұл анекдотта бар ғой. Біреу 100 қаншаға 20-ға келіп, сонда да 90-дағы баласын ойлап. Бұл мына уақыт қарап, бір ай өтіп кетсе, менің бірталай нәрсем өтіп кетті да, бір жылым өтіп кеткендей болады. 2 айым өтіп кетсе, мен 2 жылым жоқ болып кетті да. Білмеймін, Просто әкеменші мақтану керек. Әкем болсаң? Вот, балас, несі бар? ол Әкеңді де всегда солай ол. Осы екеу болмаса желің. Жоқ, ол былай ғой. Осы жерде проблема. Проблема бар нәрсенің бәрінің қадірі жоқ. Мен болмасам сен кімсің деп тұр да екеу. Дұрыс, сен дәлелдесей, кім екенін дәлелдесей. Қосмармай бермей дәлелде. Айтса да, айтпаса да, шынымен бұл болмаса, сен кімсің, кім баласың? Ясный дело ғой. Бірақ оны жоқ, осы ясный дело ғой, ол нормальный нәрсе. Мен әке-шешем болмаса, әке-шешеңнің ойында бірақ осы жерде проблема соны күнде қайталағанда ғой. Ой, Енді нәтиже көрмеген екен қайталамағанда кім нені қайтты? Қандай нәтиже? Сен нәтиже шығарып жатсың ба? Қандай нәтиже? Жұмыс істе. Істедім теңге тапсаң да істе. Иә, істедім ал, істеп жатырмын. Дальше что? Дальше что? Жұмыс істесең, дальше что болады? Дальше жоқ, дұрыс сен, мен осы жерге тоқтадық та. Сен жер алам дедің, жер алдың. Бір көшіп кетті жанына, шайлап тоқта, істе ғой. Бұл өзің отаның бөтен. Осы жерге келгенде бір шайлада отырып. Вот, ойыңыз сондай болса, зачем маған Хансарай соққыңыз келіп тұр? Сіз бір шәле қимай тұрсаңыз маған. Өтіріктен бәрі әшейін иллюзия да маған. Бұрын объекттерге баратынмын, сөйтедім. Наны жоқ сен. Өзің қорғаумен айналысасың. Жоқ, қазіргі жұмысты мен саған істей тұр, сорлы жұмыс істей тұр дейді. Мен саған анау Хансарайды мен саған обещать 100 тесік беремін дейді. Өтірік та бәрі. Біз істедік та, ең сорлы жұмыс істедік та. Өтірік екеніне көзің жете ма? Өтірік екеніне көзің жетсе, өз әрекетін өзің істе. Өтірік мақұл. Өз әрекетін істе. Кімге сеніп отырсың? Әкеңдікі өтірік. Қазір чемоданыңды ал да, шығып кет та, өміріңді сүре бер. Кім қойды батыр? Нағыз жестокий осы жерде ғой. Сіз өтіріктен бәрі өтірік алдайсыз. Мақұл, жестокий дейді. Нағыз жестокий осы жерде да. Күл болмасаң күл бол дейді. Бірақ ойы, шын ойы осы да. Бірақ ана мені алдап тұр да мені. Сол алдағанын біліп тұрсың ғой енді, қара. Бәріне басың жетеді. Алдап жатыр екен әке-шешең. Жестокий екен. Қорытынды шығарсай сен. Шығарсай өзіңді. Сен кімге сеніп отырсың бұл жерде? Кімге сеніп отырсың? Жестокий. Әшейін алдап отыр. Мынау адам емес. Ананың бәрі әшейін жүрген адам. Сен неғып отырсың? Неғып отырсың, айтшы. Неғып отырсың? Бәріне басың жетеді. Бізден күтеді ғой. Бәрі нашар. Әшейін сені алдап жатыр. Біз ақ екеуміз алдамай бүгін сені былай қысып жатырмыз. Қаған бәрі алдайды. Сен өміріңе алдап. Мен қазір қорғанып отырмын да. Жоқ, қорғанып отырмын да. Не үшін? Мен сіздің үйіңізге барып тиістім ба? Бардым ба? Сізге бардым ба? Мен соны айтатынмын. Сізге барып тиістім ба? Маған көп ұрынады да. Сен неге? Менен күтесіңдер да?
біз сені адам болса деп Ақылдасып отырмыз. Ақылдасып отырмыз ғой. Ақылдасып отырмыз. Иә, ақылдасып отырмыз. Мен айтатын сөзімізді айттық. Райымбекті 100% бердім, керегі жоқ маған ол жерде. Егер дамытам десе, дамыта берсін, міне. Ешқандай шатағым жоқ деп айтып тұрмын. Сіз маған осы сөзді қанша рет бердіңіз? 100 рет болды ғой бергенсіз. Бердім деп. А енді әрекет жасамайсың. Кейін келіп тұрады ғой. Мен бұл айтты. Кел, мен саған үйге қайт. Сен менің жанымда жүреді, мен саған ой соғып беремін деп. Мен сенемін ғой. Енді сен әрекет Сен маған алдай жасамаған. береді. Сен әрекет жасамаған кезде солай айтатын шығар. Әрекет жасап кетсе сен тұрмысса енді бұл көріп отырсыңдар ешқандай уәде бермеңдер. Сендердің уәделеріңді естиді екен, қызықтырмайды екен. Одан үміті жоқ екен. Так что өзіне еркіндік беріңдер. Ойына еркіндік Мен беріңдер. контроль етіп ұстап тұру керек та, бүйтіп ұстап тұру. Ойына еркіндік беріңдер да, енді ол и так өзі еркін екені еркін ғой. Тоқта, Ойына да Мен еркін. жіберсем мен барып құлап өліп қалатын сияқты. бір нәрсе істеу үшін мен Алматыда түсінгенім жаяу жүріп ештеңе істей алмайды екенсің. Сен жаңағыдай жайлап көлік міне Айдар бастады ғой, мен Айдарды мақтамай ақ қояйын, бір балаға